Читадағы Даурия атты Еуразия кубогінде Қазақстан жастар құрама командасының боксшылары 10 қола медаль жеңіп алды. Ал 3 боксшымыз ақтық бәсекеге жолдама алды. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ боксының жанкүйерлері. Читадағы халықаралық турнир бүгін өзінің жартылай финалдық кездесулерін аяқтады. Бүгінгі күннің нәтижесі және ертең ақтық бәсекеге көтерілетін 3 қазақстандықтың қарсыластарын сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Бүгін жартылай финалға Қазақстан құрама командасының боксшыларының арасынан 13 боксшы шыққан болатын. Алғашқы болып шаршы көтерілген. 2 мәрте Азия чемпионаттарында жастар арасында жүлде салған жамбылдық Боранбек Бексұлтан, ресейлік Мамадалиев Тимурбекке қарсы шаршы көтерілген болатын. Алғашқы раундта ресейлік боксшы отандасымыздан қарағанда сәл ғана басымдылық көрсетті. Бірақ терезесінен раунд болған болатын. Нәтижесінде алғашқы раундтың шешімі бойынша төрешілер жеңісті ресейлік боксшыға берді. Ал екінші раундта менің ойымша Бексұлтан қарқынын жоғарылата отыра қарсыласынан қарағанда көптеген соққыларын дәлірек тигізді. Бірақ төрешілер қайтадан екінші раундта да ресейлік боксшы мықты деп шешті. Үшінші раундта да терезесі тең кездесу болды. Боксшылар бір-бірімен бірнеше мәрте қарымта шабуылдармен алмасты. Жалпы жекпе-жек тығыз өтті десем қателеспеспін. Осылайша Бексұлтан жартылай финалдық кездесуде ресейлік Тимурбекке жол беріп, Даурия атындағы Еуразия кубогының қола жүлдегері атанды. Одан кейін шаршы көтерілген 54 келі салмақ дәрежесіндегі боксшылар Әділбек Қожахан мен ресейлік Рогозин Вячеслав арасындағы кездесуде қызықты өтті. Естеріңізге сала кетейін, Әділбек осыған дейін 48 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсетті. Қазақстан чемпион атанды. Артынша Азия чемпионатында да 48 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен болатын. Алдыңғы айда өткен Мұхтархан Ділдәбековтың турнирінде Әділбек бірден 54 келі салмақ дәрежесіне ауысып чемпион атанған еді. Ресейлік екі дүркін Европа чемпионына қарсы жекпе-жекте Әділбек таза жеңілді. Бірақ осы жекпе-жек барысында мінезді боксшы екенін байқадық. Төрешілердің бірауыздан шешімі бойынша ресейлік боксшы жеңіске жетті. Әділбекке алдағы уақытта өзінің жеке мансабына сәттілік тілейміз. Қолынан келгенін аянбады. Осылайша Қазақстан қоржынына екінші қола медальді салды. Одан кейін шаршы көтерілген Мұрат Али, моңғолиялық Азия чемпионатының жүлдегері Хароху Дугун Сайханға қарсы кездесуде қос боксшы өте қызықты жекпе-жек өткізді. Нәтижесінде моңғолиялық боксшы жеңіске жетіп, Али де бұл турнирдің қола жүлдегері атанды. Артынша шаршы 57 келі салмақ дәрежесіндегі боксшылар көтерілді. Мұратов Бауыржан мен ресейлік Ислам Ибрагимов арасындағы кездесу. Бұл кездесуде де ресейлік боксшының сәл ғана басымдылығымен жеңіліске ұшыраған Бауыржан да бұл турнир барысында Қазақстан құрамасына 4-ші қола медальді салды. Одан кейін шаршы көтерілген жастар арасында екі дүркін Қазақстан чемпионы, Азия чемпионатының қола жүлдегері Ақтөбелік Көшербаев Жансері, өткен жылғы Арменияда өткен кадеттер арасындағы әлем чемпионатының қола жүлдегері, Европа чемпионы Армениялық Арстамян Эрикке қарсы кездесуде екі боксшы де жанкешті кездесу өткізді. Жекпе-жек соңына дейін қос боксшы тарапынан аянып қалуды көрмедік. Бүгінгі жартылай финалдық кездесулердің ең тартыстысы десем қателеспеспін. Кездесу соңына дейін мінезін көрсете алған Жансері жекпе-жек барысында жеңісті жұлып алды. Осылайша қазақстандықтардың атынан алғашқы болып Еуразия кубогының ақтық бәсекесіне жолдама алды. Одан кейін 63,5 келі салмақ дәрежесіндегі боксшылар шаршы көтерілді. Жамбыл бокс мектебінің түлегі Көшербай Асылхан, ресейлік нақтырақ Шешенстан бокс мектебінің түлегі 3 дүркін Европа чемпионы, 4 мәрте Ресей чемпионатында алтын медальді олжалаған Малик Сугаиповқа қарсы шаршы көтерілді. Қос боксшы арасында соңғы 1,5 ай ішінде екінші мәрте кездесуі. Алғашқысында Ділдәбеков турнирінің ширек финалдық кездесуінде бұл боксшылар өте тартысты кездесу өткізіп, нәтижесінде ресейлік боксшы жеңіске жеткен еді. Ал бүгінгі кездесуде де боксшылар аянып қалмай, өте тығыз жекпе-жек нәтижесінде тағы да Сугаипов жеңіске жетті. Одан кейін шаршы көтерілген кадеттер арасында Азия чемпионы, жастар арасында Азия чемпионатының жүлдегері Үсен Ахмет, ресейлік Даниэль Кравченкоға қарсы кездесуде де боксшылар өте тартысты кездесу өткізді. Бірақ менің ойымша, қазақстандық бұл жекпе-жекте жеңілмеді. Барын салған Ахмет қарсыласынан қарағанда жекпе-жек барысында жеңіс үшін көбірек жұмыс жасады. Соққылары да дәлірек болды. Әр қарымта шабуылдары да өтімді болды. Бірақ төрешілер жеңісті ресейлік боксшыға берді. Ал одан кейін шаршы көтерілген жастар командасының капитаны Төрехан Сабырхан, армениялық Алик Кчоянға қарсы 5 дүркін Қазақстан чемпионы, 4 дүркін Азия чемпионы ретінде армениялық боксшыға
бокс сабағын үйретті. Қарсыласын алдап, техникалық деңгейінде, төбелесетін жерінде жанкешті кездесуге дайын екенін көрсеткен Төрехан, төрешілердің ғана емес, аренаға жиналған бокс сүйер қауымның да көзайымына айналды. Бір ауыздан жеңіске жеткен Төрехан ақтық бәсекелік кездесуде 4 дүркін Ресей чемпионы, 3 дүркін Еуропа чемпионы, шешенстандық Дакаев Билалға қарсы кездесу өткізетін болады. Бұл боксшылар да Ділдәбеков турнирінің жартылай финалдық кездесуінде жолдары түйісіп Төрехан жеңіске жеткен болатын. Одан кейін 71 келі салмақ дәрежесінде жастар арасында Қазақстан чемпионатының 2 мәрте жеңімпазы, Азия чемпионы, батыс қазақстандық Сейілхан Өңер. Ол да ресейлік Тимханов Хамзатқа қарсы кездесуде терезесі тең жекпе-жек өткізіп, жеңіс ресейліктің пайдасына шешілді. Бұл боксшылар да Ділдәбеков турнирінің ақтық бәсекелік кездесуінде жолдары түйіскен болатын. Ол кезде Өңер сенімді жеңіске жетті. Одан кейін шаршалаңға көтерілген 2 дүркін Азия чемпионы Бегалиев Санжар Әлі, ресейлік Дмитрий Поляковқа қарсы кездесуде 1-4 есебімен жеңіліп, турнирдің қола жүлдегері атанды. Бұл жекпе-жекке қатысты да төрешілерге қойылар сұрақ өте көп. Одан кейін шаршалаңға көтерілген 80 келі салмақ дәрежесінде Сенеев Дамир, ресейлік Шихманбетов Русланға қарсы кездесуде 5-0 есебімен жеңіліп, ол да турнирдің қола жүлдегері атанды. Ал осы салмақ дәрежесінде Қазақстанның бірінші нөмірлі боксшысы, Азия чемпионы Бексултанов Мадияр, ресейдің бірінші нөмірлі боксшысы Магомедханов Рамазанға қарсы кездесуде өте тартысты жекпе-жек өткізіп, 3-2 есебімен жеңіске жетті. Осылайша Қазақстан құрамасынан ертең ақтық бәсекеде өнер көрсететін боксшылардың саны 3-ке жетті. Ал бүгін ең соңғы болып шаршалаңға көтерілген Елдібайұлы Аслан, ресейлік Мураваев Даниалға қарсы кездесуде 5-0 есебімен жеңіліп, турнирдің қола жүлдегері атанды. Бұл турнирдің нәтижесіне қарап, боксшыларымызға көңіліміз толмайды деп айтудың қажеті жоқ деп есептеймін. Себебі бұл турнирдің деңгейі кіші әлем чемпионаты секілді өтті. Қайта әлем біріншілігінің алдында боксшыларымыз біраз тәжірибелерін шыңдап ысылып қалды. Боксшыларымыздың деңгейі де біраз өсті деп есептеймін. Бүгінгі күнде Абу-Дабиде өтіп жатқан кіші жасөспірімдер мен жасөспірімдер арасындағы ұл-қыздарымыздың Азия біріншілігі басталғанын кешегі шығарылымда хабардар еткен болатынмын. Бүгін біріншіліктің алғашқы күні өз мәресіне жетті. Кіші жасөспірімдер арасында аға бапкер Жақсылық Молдаханов дайындаған 5 боксшымыз шаршалаңға көтерілді. Оның 4-еуі жеңіске жетті. Атап өтетін болсақ, алғашқы болып шаршалаңға көтерілген 37 келі салмақ дәрежесінде Аслан Қайранбай тәжікстандық Фирузжан Байматовқа қарсы кездесуде жеңіліске ұшырады. Одан кейін шаршалаңға көтерілген атыраулық Бекхан Оразбай Біріккен Араб Әмірліктерінің боксшысы Матар Альзабиді жеңіп келесі айналымға өтті. Одан кейін шаршалаңға көтерілген 43 келі салмақ дәрежесіндегі Жұмағали Нұрмахан Иран боксшысы Пауян Наурузиді таза жеңді. Артынша 46 келі салмақ дәрежесінде Эмир Мұхит үндістандық Жустин М. Лалзампуян жеңіп, болашағынан үлкен үміт күттіретін деңгейі бар екенінен хабардар етті. Ал соңғы болып шаршалаңға көтерілген 61 келі салмақ дәрежесіндегі Али Имран Алиев тайпейлік Бойен Вангты алғашқы раундта айқын жеңді. Ертең Азия біріншілігінің екінші күні жасөспірімдер шаршалаңға көтерілетін болады. Қыздарымыз арасында бір боксшы, ұлдар командасынан 5 боксшы шаршалаңға көтеріледі. Мінекей достар, ертең шаршалаңға көтерілетін жастарымызды және де жасөспірімдер мен кіші жасөспірімдер арасында Абу-Дабидегі Азия чемпионатында өнер көрсетіп жатқан боксшыларымызға сәттілік тілеп қойыңыздар. Қазақ бокс жасасын, баршаңызға сәттілік.